Сержанның командировкасы көрші аулаға ғана екен болды. Сержан, сенің командировкаң аяқталды. Ол қолына ұлы Темірханға келген жарқын әуенді ойыншығын ұстап қатып қалды. Пәтердің кіре берісінде қымбат пальтосын шешпеген күйі еңкейіп тұрып қалды. Пальтосынан аяздың лебі мен бөтен әйелдің әтірінің иісі анық сезіліп тұрды. Әдетте өзіне сенімді, бәрін бақылауда ұстайтын адамның жүзі бір сәтте бұзықтық жасап ұсталып қалған баланың кейпіне енді, бірақ бұл бір сәтке ғана созылды. Анар оның қарсы алдында тұрды. Көп жылдан бері алғаш рет сержан оның жанарынан ештеңе оқи алмады. Онда ешқандай сезім жоқ еді. Тек бос кеңістік қана, ал бір апта бұрын болса Анар оны құшақтай жүгіріп келер еді. Көшенің салқыны аралас әтірдің иісін жұтып, өзімен кішкентай Темірханның оны қатты сағынғанын қуана айтып жататын еді. Бір апта бұрын олардың өмірі тұрмыстық техниканың нұсқаулығындай қарапайым әрі түсінік болатын. Олардың жарыққа толы жайлы пәтері бар еді. Сол үйді екеуі үлкен махаббатпен безендіріп, диван жастықтарының түсіне бола дауласып жүріп, әр бұрышын өз қолдарымен жасаған болатын. Кешкісін үлкен терезенің алдында құшақтасып тұрып, алып қала шамдарына қарап, болашақта дүниеге келетін ұлдарының сол шамдарды кішкентай саусағымен көрсететінін армандайтын Анардың жүктілігі өте жеңіл өтті. Ол өзін бүкіл әлемнің ортасындай сезінетін. Ал сержан сол әлемді барынша қорғап жүргендей көрінетін, таңертең оған бадам қосылған круассан әкелетін. Оның қыңыр мінезіне шыдап, іштегі сәбиімен байыппен сөйлесетін. Дәл сондай жылы кештердің бірінде, босануға аз ғана уақыт қалғанда, ол командировка туралы айтты. Ол мұны ештеңе болмағандай жай ғана айтып өтті. Сол сәтте Темірхан іште тынымсыз қимылдап жатқан еді. Анар бір үлкен жоба шығып тұр. Өте табысты жоба. Бірақ жаңа жылға дейін Екатеринбург қаласына баруым керек. Бұл бәріміздің болашағымыз үшін, ұлымыз ештеңеден таршылық көрмесін деп еңбек етіп жүрмін деді. Анар әрине оған сенді. Себебі сенбеуге еш себеп жоқ еді. Сержан әрдайым тірек болатын. Қандай мәселе болса да шешімін табатын адам еді. Ол Екатеринбург қаласындағы құрылыс туралы өзіне жүктелген үлкен жауапкершілік жайында басшылықтың оны қаншалықты бағалайтынын ерекше сенімді айтып берді. Анар оны демін ішіне тартып тыңдап отырды. Іштей оның чемоданын жинап, бір жағынан сағыныш сезінсе, екінші жағынан өзінің азаматына мақтанышпен қарады. Өйткені ол бәрін отбасы үшін жасап жүр деп ойлады. Ұлдарының дүниеге келген сәті Анар үшін тұман ішінде өткендей болды. Перзентханада оған сержанның қолы мен тыныштандыратын дауысы қатты жетіспеді. Барлығы аяқталғаннан кейін ғана сержан телефон соқты. Дауысы көңілді болғанымен тым алыстан естілгендей сезілді. Ол құттықтады. Жақында бір күнге болса да келуге тырысатынын айтты. Анар тағы да сенді. Алғашқы апталар өте ауыр өтті. Ланың іші ауырып жылады. Ұйқысыз түндер басталды. Барлығын дұрыс істеп жүрмін бе деген қорқыныш бір сәтке де басылмады. Бір кезде жайлы көрінген пәтер жүргектер мен бөтелкелерге толы майдан алаңына айналданасы келіп көмектесетін. Бірақ кешке кетіп қалған соң, сәби әрең ұйықтағанда Анарды жанын жегідей жеген жалғыздық қысып алатын. Ол терезеден қала шамдарына қарап отырып, мыңдаған шақырым жерде жүрген күйеуі де дәл солай оларды ойлап тұрған шығар деп өзін жұбататын. Осы ой ғана оған күш беретін. Сержанның келуі сирек болатын. Келген сайын қымбат сыйлықтар әкелетін, ұлына жасына сай келмейтін қымбат ойыншықтар сыйлайтын. Бірақ Темірхан бөтен адамды танымай жылай бастайды. Сержан түсіп алып, қайтадан жұмыс күтіп тұр дейтін. Анар үнсіз шығарып салып, терезеден ұзақ қарап тұратын. Ол кеткен сайын үйде тек бос кеңістік, қымбат ойыншықтар және пальтосына сіңген бөтен әйелдің әтірінің иісі ғана қалатын. Алғашқы күдік өте жай ғана пайда болды. Бір күні сержан бейне қоңырау шалып отырғанда, оның артынан трамвайдың тежелген дыбысы анық естілді. Ал ол барған Екатеринбург қаласында ондай трамвай дыбысы болмайтын. Анар мұны бұрын интернеттен қарап қойған еді. Сержан бұл қандай дыбыс деп жай ғана сұрады. Ол артқы жақта қосылып тұрған сериалдың дыбысы деп жауап беріп, асығыс қоңырауды аяқтады. Анар тағы да сенуге тырысты, өйткені шындыққа сенбеу әлде қайда оңай еді. Бірақ күдік оның жүрегіне бір жола орнығып қалған болатын. Күн өткен сайын ол күшейе берді. Сержан ешқашан бірден телефон көтермейтін. Әрдайым бірнеше минуттан кейін өзі қайта хабарласатын. Бірнеше түн қатарынан ұйықтай алмаған соң бәрі өзгерді. Сержан бірнеше сағатқа ғана келіп, сыйлықтарын қалдырып, асығып кетіп бара жатып телефонын ұмытып кетті. Таңертең су ішуге шыққанда Анар оны байқап қалды, жүрегі тарсылдап кетті. Бұл ақиқатта шатын.
Қорап екенін сезді. Телефонның құпия сөзі ретінде олардың үйленген күні қойылған еді. Экран бірден ашылды. Қандай аяусыз мысқыл еді. Алдымен галереяны ашты, сосын хаттарды оқи бастады. Сол сәтте оның әлемі қираған жоқ. Ол жай ғана өмір сүруін тоқтатты. Күйеуі басқа әйелді құшақтап тұрған суреттер, екеуі Қаратауларда, сүйікті кафеде, ең соңында көрші үйдің алдында бірге тұрған суреттер. Хаттарды оқыған сайын Анар өз күйеуін танымай қалды. Бұл мүлде басқа адам еді, мейірімді. Үйіне асығатын, шынайы, ол әйелге сүт ала келуді ұмытпа дейтін. Бүгін кешігемін, қатты шаршадым, сені жақсы көремін деп жазатын. Ешқандай құрылыс жоқ, ешқандай командировка жоқ. Ол бар болғаны 10 минуттық жерде басқа әйелмен өмір сүріп жатқан. Анар жылаған жоқ, көз жасы қатып қалғанда еді. Таң атқанша үнсіз отырып, бос бесікті аяғымен баяу тербетіп отырды. Таңның алғашқы сәулесі түскенде оның санасына мұздай айқындық келді. Бұл ашуға булыққан әйелдің емес, баласының тыныштығы мен әкесіне деген сенімін ұрлаған адамға қарсы тұрған ананың ашуы еді. Ол өзінде сержанды да аямауға шешім қабылдады. Алдымен заңгерге хабарласты, кейін анасына бәрін сабырмен айтып берді. Анасы жылап алды да бірден барамын дедін шешіп еді. Шашын жинады, айнаға қарады. Онда қажыған жалғызбасты ананы емес, көздері болаттай суық, мықты әйелді көрді. Сол кезде сержан қолына ойыншығын ұстап кіре берісте аңырып тұрды. Анар оған сабырмен қарап бір ғана сөйлем айтты. Болды сержан, сенің командировкаң аяқталды.